Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен бауыр торты деп аталатын дәмді рецептпен бөлісемін. Бұл тортты кез келген қонақтың алдына тіске басар ретінде дайындасаңыз өте жақсы кетеді. Ол үшін бізге 600 грамм бауыр, 600 мл сүт, 2 ас қасық сұйық май, 200 грамм ұн, тұз, бұрыш, майонез, укроп, 2 сәбіз, 3 кіші көлемді пияз, 3 зубчик чеснок, 2 жұмыртқа қажет. Бұл жалпы торттың жасап шығу үшін қажет заттар. Біз қазір жасамас бұрын сәбізді, пиязды, чеснокты, осы жоғарыдағы тұрғандарды бөлек алып қоямыз. Бізге қазір қажеттілер осылар. Ең алдымен біз бауырды өткізіп аламыз. Мясорубкадан немесе блендерден 2 жұмыртқаға тұзды, бұрышты қосып араластырамыз. Алтыз мл сүтті құйып араластырамыз. Енді ұнымызды қосып араластырамыз. Ұнымызды 3-ке бөліп салып араластырамыз. Енді бауырды салып тағы да араластырамыз. Дайын болды. Ең соңында сұйық майымызды қосып араластырып қоямыз. Енді арасын салатын начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін пиязды 4-піштілеп турап, сәбізді үккіштен өткізіп, екеуін қосып қуырып аламыз жұмсарғанша. Және де майонезге укроп, петрушканы және де чеснокты салып араластырып қоямыз. Дайын болған сәбізімізді осылай суытып қоямыз. Енді печень бауырдың блинчиктарын дайындаймыз. Егер табаларыңыз антипригарны болса, онда май құйып керек емес, өйткені құрамында майы бар. Сол үшін бірден құйып блинчиктарымызды жасап алуға болады. Дайын болған кезде беті осылай өзгереді. Сосын екінші жағына аударып пісіріп ала бересіз. Мінекей дайын болған бауырдың түрі осындай болады, жұмсақ және де жұқа болады. Менде 15 штук шықты. Енді осы бауыр тортын жинаймыз. Ең алдымен бір дана блинчикті қойып, үстіне майонезді массаны жағып аламыз. 1 чайный ложка, 1,5 чайный ложка қоссаңыздар болады. Және де үстіне осының жаңағы сәбізден жасалған начинкамызды саламыз. Одан да 1,5-2 шай қасық салып жағып шығасыздар. Дәл осылай барлығын жинап шығамыз. Егер биік болған қаламасаңыздар, 2-ге немесе 3-ге бөліп жасасаңыздар болады, жеуге ыңғайлы болу үшін. Мінекей дайын болды. Бетін мен помидорменен безендірдім. Сіздер өз қалауларыңызша безендірсеңіздер болады. Қазір мен кесіп көрсетейін.
бауыр бізде жұмсақ шыққан және де холодильникқа сақтайсыздар. Неғұрлым ұзағырақ тұрса, соғұрлым дәмі өте сіңімді болып, әдемі болып шығады. Бұны кез келген қонақтың алдына жасауға болады, тіске басар ретінде, немесе үйде өздеріңіз жасап жеп көріңіздер. Ас болсын.